Қайырлы күн, құрметті ұстаз. Біз бүгін сізбен бірге Small PDF сайтына кіріп, ол жерде түрлі құжаттарға өзгерістер енгізіп, оларды толықтырып, солармен былай айтқанда жұмыс істеуді үйренеміз. Бір мысал келтірейік. Мәселен, сіздің қолыңызда мынандай 3 беттен құралған қағаз құжат бар. Оның әрқайсысын сіз сканер арқылы сканерлеп, электронды поштамен бір адамға жіберуіңіз керек. Әдетте бұл құжаттарды біз сканерлеген кезде олар сурет ретінде бөлек-бөлек файл болып сақталады. Ал олардың барлығын жиыстырып, яғни топтастырып, бір PDF құжат ретінде сақтауға бізге Small PDF сайты көмектеседі. Немесе сіздің қолыңызда көп беттерден құралған PDF құжат бар дейік. Бұл жердегі артық беттерді кесіп алып тастап, немесе ол жерге бет санын қосу, немесе бұл жердегі беттердің орналасу ретін ауыстыру керек болса, бұл кезде де бізге Small PDF сайты көмекке келеді. Бұл сайт тек қана PDF файлдармен ғана жұмыс істеуді меңземейді. Сонымен қатар бұл сайтқа сіз Microsoft Excel, PowerPoint, Word, әртүрлі суреттерді салып, яғни жүктеп, олардан PDF құжат жасап, және де керісінше әртүрлі PDF құжаттарды сол сайтқа салып, олардан Excel, Word форматында файлдарды өзіңізге сақтап алуыңызға мүмкіндікке ие боласыз. Сонымен, ұзын сөздің қысқасы, осы Small PDF сайтымен жұмыс істеуге кірісейік. Бірінші smallpdf.com сайтына барамыз. Бұл сайт көп форматтағы файлдармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалға, PDF файлдардың көлемін кішірейтуге, презентацияны PDF-ке, PDF-ті презентацияға, суретті PDF-ке, Excel-ді, Word-ті PDF-ке айландыруға көмектеседі. Бұл жерде ең қажеттілерін мен қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Бірінші біз презентацияны PDF-ке айналдырып көрейік. Ол үшін тиісті батырманы басамыз. Келесі бетте Choose Files, файлдарды таңда деп сұрайды. Файлдарды компьютерден, Dropbox виртуалды кеңістігінен немесе Google дисктен алуға болады. Біз компьютерден алайық. Ашылған папкада презентациямызды белгілейміз де оны таңдаймыз. Әп сәтте презентацияңыз сайтқа жүктеліп, автоматты түрде PDF құжатқа ауысады. Дайын құжатыңызды Download батырмасын басып, компьютерге сақтаймыз. Енді оны ашып көрейік. Міне, 6 беттен тұратын PowerPoint презентациямыз PDF құжат ретінде ашылды. Енді бірнеше суреттерді біріктіріп, бір PDF файл жасайық. Ол үшін JPEG to PDF нұсқасына басамыз. Кейін компьютерімізден суреттер орналасқан папканы ашып, суреттерді белгілеп, Small PDF сайтына сүйреп апара саламыз. Бұл жерде суреттердің орналасу ретін ауыстыруға болады. Сонымен, егер бәрі дұрыс болса, Convert, яғни конвертация батырмасына басамыз. Дайын болған құжатты Download батырмасына басып, компьютерге көшіріп аламыз. Көріп отырғандай барлық суретіміз бір құжат болып сақталды. Енді Small PDF-тің қандай кемшілігі бар? Ол бір күнде файлдармен тек бірнеше операция жасауға рұқсат береді. Әрі қарай шектеусіз пайдалану үшін төлемақы сұрайды. Егер сіз тек анда-санда ғана PDF құжаттармен жұмыс істесеңіз, ол сізге жарайды. Егер сіз күнделікті PDF құжаттармен жұмыс істесеңіз, онда келесі сайтты ұсынамын. Ол сайт ilovepdf.com деп аталады. Соған кірейік. Сайт ағылшын тілінде, сондықтан жоғары оң жаққа барып, баптаулар арқылы тілді орыс тіліне ауыстырамыз. Сонымен, біз бұл сайтта қандай жұмыс атқара аламыз?
PDF файлдарды біріктіреміз, бөлеміз, көлемін кішірейтеміз, басқа форматтарға ауыстырамыз, яғни суреттерді, құжаттарды PDF-ке және керісінше PDF-ті өзге форматтарға ауыстырамыз. Сонымен қатар соңғы бөлімінде жаңағы аталған файлдармен жұмыстың барлық түрі орналасқан. Бірнеше беттен тұратын PDF файлдың беттерін бөлейік. Ол үшін разделить PDF-ті бөлуді таңдаймыз. Ашылған бетке компьютерде дайындаған PDF құжатымызды сүйретіп апарамыз. Міне, PDF құжатымыз жүктелді. Енді оның керек беттерін алу үшін диапазонды көрсетеміз. Мысалға, бізге тек алғашқы 3 беті ғана керек болды дейік. Біз сәйкесінше бірінші және үшінші бет деп көрсетеміз. Одан кейін разделить PDF батырмасына басамыз. Бірнеше секундтан соң дайын болған құжатымыз автоматты түрде компьютерге жүктеледі. Оны ашып көрейік. Көріп отырғандай, ол бізге қажетті тек алғашқы 3 бетін ғана ұсынып отыр. Осымен қысқаша сабағымыз аяқталды. Енді сіз керек уақытта құжаттарыңызды Small PDF немесе I Love PDF сайттары арқылы өзгерте аласыз. Сонымен біз бүгін Small PDF сайтымен жұмыс істеуді үйрендік. Мұндай сайттардың түрлері өте көп, бірақ нақты осы сайт арқылы сіз көптеген файлдың түрлерімен жұмыс істеуге мүмкіндікке ие боласыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Болашақта сіз осы сайтты өз жұмысыңызда тиімді, ұтымды пайдаланады деген сенім білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыз.